Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы шешендік сөздер, Майқы бидің шешендік сөздері. Оқушылар, бүгінгі сабақта шешендік сөз және оның ерекшеліктері, тарихы туралы мәлімет аласыздар. Қазақ шешендік сөздерінің түрлері туралы білесіздер. Майқы бидің шешендік сөздерімен танысасыздар. Майқы би шешендік сөздерінің идеялық, стилистикалық сипатына талдау жасайсыздар. Енді сабағымызды ары қарай қазақ шешендік сөздерінің мазмұнына және құрылысына қарай бөлінетін түрлерімен танысайық. Қазақ шешендік сөздері мазмұнына қарай шешендік арнау, шешендік толғау, шешендік дау болып үшке бөлінеді. Шешендік арнау адамдар арасындағы түрлі қоғамдық тұрмыстық қарым-қатынасқа арналатын сөздер. Шешендік толғау халықтың философиялық көзқарасын ашатын сөздер. Шешендік дау қоғамдық, саяси, әлеуметтік, рухани мәселелерде қолданылатын сөздер. Құрылысына қарай шешендік сөздер екіге бөлінеді. Термелі сөздер, пернелі сөздер. Термелі сөздер ұйқаспен айтылатын сөздер, пернелі сөздер көркем қара сөзбен айтылатын сөздер. Құрметті оқушылар, сіздер шешендік сөздер, шешендік өнердің тарихы, шешендік сөздердің мазмұны құрылысына қарай түрлерімен таныстыңыздар. Енді Майқы бидің шешендік сөздерімен танысайық. Майқы би өлеңге үйір болдым бала жастан, берейін таныстырып сөзді бастан, қалбада Қарабұлақ жайлауында, жазылды ойда жоқта Майқы дастан деп өзі туралы айтқан екен. Оқушылар, сіздер түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы би деген халық арасына кең тараған сөзді естіп жүрсіздер деп ойлаймын. Майқы би Төбейұлы 12-13 ғасырларда, яғни 1105-1225 жылдар шамасында ғұмыр кешкен қазақ халқының төбе биі болған. Түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы би дейтін қанатты сөз арқылы атадан балаға таралып келе жатқан Майқы би бабамыз түйінді даналы сөздің де, би біткеннің де көшбасшысы болса керек. Тарихи деректерге қарағанда, ол бір ғана емес, бүкіл түркі тұқымдас халықтардың бас биі болғанға ұқсайды. Сондықтан да оны түркі тілдес елдер, әсіресе татар, башқұрт, қарақалпақ, өзбек халықтары бас биіміз деп санаған. Құрметті оқушылар, түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы би деген сөздің қайдан шыққан енді түсіндіңіздер деп ойлаймын. Майқы бидің шешендік сөздері халық арасына кеңінен таралған. Халық арасында Майқы би айтыпты дейтін мақалға, нақылға айналып кеткен сөздер бар. Қазір сіздер мақал мен Майқы бидің шешендік сөздерінің идеясын талдайсыздар. Сіздерге мақал және Майқы бидің шешендік сөздері берілді. Қойдан қойдың несі артық, қол басында ет артық, ерден ердің несі артық, ойлап айтқан сөз артық деген мақал Майқы бидің шешендік сөзінде қойдан қойдың несі артық, қос табақтық ет артық, ерден ердің несі артық, ептеп айтқан сөз артық деп беріледі. Ал жаман ағайын бар болсаң көре алмайды, жоқ болсаң бере алмайды деген мақал Майқы бидің сөзінде баршылық болса мал жаның, көп ағайын көре алмас, жоқ болса егер өзің де туысқаның бере алмас деп келеді. Осы салыстыруға қарап, Майқы бидің көп шешендік сөздері нақылға айналып кеткенін біліп отырсыздар. Ал қазір оқушылар, мақал мен Майқы бидің сөзінің идеясын талдаңыздар. Оқушылар, талдап болсаңыздар, ары қарай жалғастырайық. Өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Қойдан қойдың несі артық, қол басында ет артық. Ерден ердің несі артық,
ойлап айтқан сөз артық деген мақалда және Майқы бидің сөзінде адамның ізгі қасиеттері оларды бір-бірінен ерекшелендіріп, бағасын арттырады. Адамның адамшылығы оның іс әрекетінен, басқа адамдармен қарым-қатынасынан байқалады. Әр ісіне, сөзіне берік болу нағыз адамның ісі деген ой тастап тұр. Ал жаман ағайын бар болсаң, көре алмайды, жоқ болсаң бере алмайды деген мақалмен Майқы бидің сөзінде ағайын туыс арасындағы қарым-қатынас туралы айтылған. Автор адамның ісі адаммен, сондықтан бір-біріңді демеңдер, бір-біріңді жақсы көріңдер, жақсы қасиеттеріңді асырыңдар, бірлікте, татулықта болыңдар деген ой салады. Автор бейнесі, идея, стилистика терминдерімен танысып алыңыздар. Автор бейнесі, көркем шығармадағы автор бейнесі, көркем тілдік категория. Автор образы, тіл жағынан алғанда, көркем шығарманың мағыналық стильдік діңгегі. Яғни оқушылар, автор өз ойын жеткізерде құрал ретінде оған көркем сөздерді алады. Ал идея, ұғым, түсінік деген мағына береді. Ол тақырып пен мазмұн қатынасының нәтижесі. Келесі стилистика. Тіл білімінің тілдік көркемдегіш амал тәсілдерін, қолданылу аясын, қатысымдық әрекет қызметін зерттейтін саласы. Стилистикалық эффект немесе көркем сөз ықпалы оқу үстінде пайда болатын құбылыс. Автор бейнесі, идея, стилистика терминдермен танысып болдық. Енді автор бейнесінің идеялық, стилистикалық тұтастығын Майқы би шешендік сөздермен талдап үйренейік. Тапсырма. Берілген құрылымды негізге алып, Майқы би шешендік сөздерінің идеялық, стилистикалық сипатына талдау жасаңыз. Оқушылар, идеялық, стилистикалық сипатына талдау жасау үшін мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Не туралы айтылды? Қалай жеткізілді? Кімдерге арналды? Не мақсатпен айтылды? Шешендік сөздер. Ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен ел болуды ойлаңдар. Құлаққа жағымсыз жаман сөз айтқанша, жүрекке жылуы бар отты сөз айт. Жыпырлаған жұлдыздан жартыкеш болса да ай артық. Биік-биік жотадан су сыйлайтын сай артық. Жаман еркек жар қадірін білмес, жайсыз әйел ер қадірін білмес. Жалқау адам тер қадірін білмес, жетесіз жігіт ел қадірін білмес. Қане оқушылар, осы шешендік сөздерді идеялық, стилистикалық сипатына қарай талдаңыздар. Талдап болсаңыздар, өзімізді тексеріп көрелік. Ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен ел болуды ойлаңдар шешендік сөзі батырлық, бірлік туралы. Шешен бұл ойларын жеткізу үшін анафора қолданған. Әдепкі қайталау. Балалар, қарасаңыздар, ақ білектің, ақ найзаның деп, білектің, найзаның ақ екендігіне ерекше екпін қояды. Ақ сөзі адалдықтың, әділдіктің белгісі. Шешендік сөзді кімдерге арнаған? Ел құраушыларға, ел басқарушыларға арналған. Не мақсатпен айтылды? Елді, жерді сақтасын, бірлік, бітімді болсын деп. Келесі шешендік сөзде құлаққа жағымсыз жаман сөз айтқанша, жүрекке жылуы бар отты сөз айт. Мұнда сөз құдіреті туралы айтылып тұр. Қалай жеткізілді? Шешен жағымсыз жаман, жүрекке жылуы бар отты деген сөздерге ерекше ой беріп тұр. Осы ойлар арқылы сөздің қадірін арттырып, құдіретін арттырып тұр. Жағымсыз жаман, жүрекке жылуы бар отты деген сөздер эпитет болып есептеледі. Кімдерге арнады? Адамзатқа,
Яғни бүкіл адамзатқа сөз қадірін түсінсін, сөздің адам жанына әсерін ұғынсын деген ой тастады. Жыпырлаған жұлдыздан, жарты кеш болса да ай артық, биік-биік жотадан су сыйлайтын сай артық. Шешен бұл жерде пайдалылық, қажеттілік туралы айтып тұр. Пайдалылық, қажеттілік туралы айтқан ойын жеткізу үшін егіздеу, яғни параллелизмді қолданған. Жұлдыз, ай, жота, сай. Жұлдыз көп болғанымен, ол жарты айдың пайдасындай пайда келтіріп тұрған жоқ. Жота биік-биік болғанымен, ол жотадан су таба алмайсың. Суды сайдан ғана табасың деген ой береді. Бұл сөзін шешен бүкіл адамзатқа арнады. Бұл сөздері арқылы әр заттың құнын, бағасын түсіне біліңдер дегенді жеткізіп тұр. Жаман еркек жар қадірін білмес, жайсыз әйел ер қадірін білмес, жалқау адам тер қадірін білмес, жетесіз жігіт ел қадірін білмес. Шешендік сөзінде адамның мінез құлқы, түсінік танымы туралы айтылған. Осы ойларын жеткізу үшін Майқы би шешен аллитерация тәсілін қолданды. Аллитерация дауыссыз дыбыстардан басталған сөздер. Мән беріп қарасаңыздар, оқушылар, жаман, жайсыз, жалқау, жетесіз. 4 жолдың барлығы да ж дыбысымен басталып тұр. Мұны аллитерация деп атайды. Аллитерацияны қолдану өлеңнің әуездігін арттырады. Бұл өлеңді шешен бүкіл адамзатқа арнап отыр. Бүкіл адамзатқа адам жақсы қасиеттерді көре білсін, бағалай білсін деген мақсатпен арнаған. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың соңына да жеттік. Бүгінгі сабақты қорытындыласақ, шешендік сөз және оның ерекшеліктері, тарихы туралы мәлімет алдық. Қазақ шешендік сөздерінің түрлері туралы білдік. Майқы бидің шешендік сөздерімен таныстық. Майқы би шешендік сөздерінің идеялық, стилистикалық сипатына талдау жасадық. Құрметті оқушылар, келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.